28-ді ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстырамыз. Қолмен қалай шығаруға болады? Қараймыз. Саусақ бар ғой. 10 саусақ бар да. Осының оң жағынан бастап, 2-ның квадратын береміз. То есть, бірден бастаймыз. Или давайте экраннан көрейікші. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, там 28 бар, 256 бар, и 512 бар. Кім сіз отқан? Сіз ба? Тақтау. Кімдікі ме? Так, осындай дәрежені білетін шығарсыңдар барлығында. Так, давайте бірінші былай жазып, есептеген кезде қалай болады? Мысалға мына 28 мына 2-ның қай дәрежесінен кіші? То есть 32-ден кіші ғой. Дұрыс па? То есть 32-ден кіші болатын болса, мынаның барлығы бізге керек болмайды. То есть бізде тек 16-ға дейінгі неше орын бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Яғни 28, дұрыс. 28 ондық санау жүйесіндегі 28 деген сан екілік санау жүйесіндегі неше орынға тең болады екен? 5 санға тең болады. То есть былай аламыз. Осы 28, енді 28-ден осы дәрежелерді азайтып бастаймыз. 28-дің ішінде 16 бар ма? Бар. Сондықтан 1-ді қоямыз. Енді 28-ден 16-ны азайтып тастаймыз. Неше қалады? 12 қалады. 12-ні аламыз. 12-ның ішінде 8 бар ма? Тыңдап отырсыңдар ма өзі? Иә, иә, ретінде. Мгм. Ағай. Аудио қойыңдар. Так, 12-ның ішінде 8 бар. Яғни 1 қоямыз. 12-ні 8 азайтып тастаймыз. Неше болады? 4. 4 Төрт болады. 4-дің ішінде 4 бар ма? бар. Мгм. Бар, 1-ді қоямыз. Ары қарай 2 мен 1. То есть 2 мен 1-ге дым қалмайды. Оның ішіне 0 қойып тастаймыз. Сонда бізде 28 неге тең болады? 1, 1, 1, 0, 0. Түсінікті ғой? Мгм. Дәл осылай давайте. Қандай сан бар? 33-ті есептеңші.